дайындап қойдық. Өздеріңіз көріңіз, қазір пока айтпаймыз. Көріп сосын. Қандай жауап бердік? Мама папаға әр жыл сайын істеп жасаймыз, жаңа жылдың алды. Сол үшін күшті біз. Күтпеген жаңалық болды. Біз үшін енді күтпеген қуаныш сыйлап жатсыңдар жандарым. Әрқашан тірліктерің алға басып, сендердің өздеріңнің осылай жақсы жетістіктерге жетіп жүргендерің өзі бізге қуаныш қой. Соның өзі бізге көп қуаныш. Қайырды отырсақ та, қайырды жүрсек те сендер үшін дұғадамыз, тілейміз. Ата-аналарыңды қуантып жатқандарың өздеріңе, барлықтарыңа осы жақсылықтар жұғысты бола берсін барлықтарыңа. Қуанып жатырмыз енді. Құсты болсын, рахмет барлықтарыңа, жандарым, рахмет сендерге, балапандарым. Жолдарың ашық болсын. Дети, мы вас воспитывали. Я благодарен. Я старше за вас. Мы многое сделали для нас, и мы для вас сделали. Спасибо за все. Хотя мы не нуждались в этом доме. У нас свой дом есть. Но я вам спасибо скажу. Не знаю, дочка моя прекрасная. Люблю вас. Ал достар, аман-есен, біраздан бері жоспарлаған тосын сыйымызды ата-анамызға жасап, сондай бір арқамызды кеңге жайып күшті сезімде отырмыз. Бұл негізі кішкентай кезінен арманым болған. Мен бұрында мектепте оқып жүргенде осылай бір альбомда сурет салатын үлкен коттеджді деп мамаға көрсетіп, мама міне осындай коттедж алып беремін деп өскен кезде. Сөйтіп сол енді арманым қазір шынымен осы өмірде болып жатыр. Өте қуаныштымын, ішім бәрі ақтарылып жатыр. Маманікі де алай түлей болып жатыр. Папа шыдамай кетті, папа эмоцияға беріліп кетті. Мама примерно әлі дұрыс түсінбей жүр, қабылдай алмай жүр. Мама әлі түсінбей жүр, өзім де әлі түсінбей жүр. Өйткені бұл өте үлкен іс. Ата-анамыз әрқашан риза болсын, ата-анамыз риза болса, Алла тағала бізге риза болады деген белгі. Үшін баршаңызға осындай уақыттар жұғысты болсын, тоже ата-аналарыңыз қуантыңыздар. Оларға дұрыс бағыт беруді, дұрыс нәрсені көрсете алу, ол біздің жауапкершілікте деп қабылдаймыз. Ең бастысы бүкіл ниет Алла разылығы үшін болу керек. Қашанда қандай іс бастасаңыз да, қандай іс жасағыңыз келсе де, ең бірінші Алланың разылығын қуантыңыздар. Ол үшін еңбек ету керек, ең бастысы жұмыс жасау керек, арманыға тік бару керек, құламай. Ең бастысы сіздерге мотивация болсын деп сондай ниетпен салып жатырмыз. Себебі қаншама жастар бізге қарап отырған кезде көздейтін адам екі дүниеде де барлық бақытқа, барлық жақсылыққа қол жеткізеді. Бірақ ол мақсатқа жету жолында неше түрлі кедергілер болмайды емес, ол міндетті түрде болады. Алайда үнемі бір-бірлеріңді қолдау арқылы, демеу беру арқылы құласаң қайта тұрып, дым болмағандай жүру керек. Мысалға мен құлайтын болсам, мен сүрінетін болсам, Дархан үнемі қасымда демеп жүреді. Дархан еңсе түсіп қалса, мен оған үнемі мотивация беремін. Алланың қалауымен барлық алға қойған мақсаттарымызға бір жылдың ішінде біраз ойлаған нәрсемізге жетіп жатырмыз. Барлығына Аллаға шүкір. Ең бастысы осы жылдың соңында болды, бірақ бұл әлі толық жаңалықтар емес. Толық жаңалық әлі біткен жоқ деп. Оны көресіздер. Кішігірім тағы да мотивация болсын деп, Алла қаласа, білесіздер, мен үнемі сіздерді қуантқым келеді. Үнемі барлық құнды білімді арзан бағада ұсынғым келеді. Сол себепті осы жаңа жылдың алдында табысты өсіруге, бір жағынан жақындарыңызды қуантуға, жаңа жылдың алдында сіздерге керемет мастер-класс жасаймын. Өте керемет мүмкіндік, себебі білесіздер, мен әрқашанда керемет сапаға жұмыс жасаймын. Керемет сапаны өте арзан бағада алатын боласыздар. Аз уақыт қалды, тек қана парақшамды қарап жүріңіздер.